Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып есімше. Есімге де, етістікке де тән грамматикалық белгілерді қамтитын етістіктің түрі есімше деп аталады. Есімше, есімдерше көптеледі, тәуелденеді, септеледі, жіктеледі. Бірде есім сөздердің, бірде етістіктің қызметін атқарады. Енді есімшенің жұрнақтары: ған-ген, қан-кен, қан-кен, мақ-мек, бақ-бек, пақ-пек, ар-ер-ыр, атын, етін, итін, итін. Мысалдар келтірейік. Ған-ген, қан-кен. Мысалы, ол алған, кеше келген, ашқан, кескен деген сияқты ған, ген, қан, кен жұрнақтары арқылы жасалған. Келесі мақ-мек, пақ-бек, пақ-бек. Мысалдар: ол оны алмақ болды, сүймек болды, тоңбақ, мінбек, төкпек. Келесі ар-ер-ыр. Мысалы, оқыр, ол оны айтар, ол оны берер дегенде ар-ер-ыр жұрнақтары арқылы жасалып тұр. Келесі атын, етін, итін, итін. Баратын, ол келетін, ойнайтын, ол билейтін дегенде атын, етін, итін жұрнақтары арқылы жасалған. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.